Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз тандыр самсаны әсел пешке пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қызыл етімізді 4 бұрыштап, ұсақтап турап алатын боламыз. Не үшін ұсақтап, не үшін 4 бұрыштап? Өйткені тезірек пісу үшін 4 бұрыштап тураймыз. Келесі кезекте біздің картошкамыз. Картошкамызды да 4 бұрыштап турап алатын боламыз. Міне, енді келесі кезекте біздің пиязымыз молынан болса тіптен керемет. Өйткені самсамыз өте керемет және де сочный болу үшін молынан болса тіптен керемет болады. Ыдысымызға саламыз және де аз көп қоссақ та болады. Өйткені ерекше дәм беру үшін. Енді сұйық майымызды құямыз, қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды. Содан соң тұзымызды салып, қосып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аралатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, морозильниктен шықты. 1 сағат бұрын шығарып қоясыздар. Бұл самсаның қамыры біздің парақшамызда бар, көріп кетсеңіздер болады. Міне енді қамырымызды алып, оны сеуіп жайып алатын боламыз. Енді салмамызды көбірек саламыз. Одан соң бір бұрышын ұстап, жалғастырып бүгіп кетеміз. Міне дәл видеодағыдай. Енді барлығын біріктіріп, тағы да бір бүгеміз. Міне сонда бізде өте күшті самса шығады. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Қамырымызды алып, салмамызды қосып, бір бұрышын ұстап, ары қарай жалғастырып бүгеміз. Содан соң жұмыртқамыздың ақ уызын, сарысын бөлек саламыз. Ақ уызы самсамыздың астына, сарысы бетіне қажет болады. Міне енді ыдысымызға самсамызды алып, ақ уызымызға малып, ыдысымызға қоямыз. Содан соң жұмыртқамыздың сарысын бетіне жағып шығамыз. Міне жағып шықтық. Енді күнжіт, мак сеусеңіздер болады. Біз мак сеудік. 180 градуста 10 минут пісіріп алатын боламыз. Ыдысымызды ең астыңғы бөлігіне қоямыз. Міне біздің самсамыз дайын, керемет, күшті болып шығыпты. Міне қараңыздаршы, қандай керемет. Міне астының өзі керемет, сочный болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Осы тандыр самсаны біз әсел пешке пісірдік. Оның ерекшелігі осы. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын, сіздерге сәттілік.